Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті біздің сүйікті көрермендер. Бүгін біздің подкаст студиямызда қонақта Санева компаниясының негізін қалаушысы, Санроза бет күтіміне арналған косметика топтамасының негізін қалаушысы, сонымен қатар ойдың құпиясы, мидың динамикасы, жүрек тазалығы атты авторлық сабағының авторы, құрметті Роза Қожахметқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Бүгін бізде әдетте енді күніміз берекелі, жақсы басталғалы тұр. Себебі бүгін таңертең подкаст түсіріп жатырмыз. Енді бүгінгі подкасты биылғы жылдың алғашқы подкасты болып тұр. Сондықтан бүгінгі біз әдеттегідей бірінші сұраққа көшіп кетсек, сізге алғашқы сұрағым 2025 жылы сізде қандай қателіктер болды? Қателіктерді адам орындалып кеткеннен кейін ұмытып кетеді екен десе. Қателіктер емес, енді негізі өзі өмір болғаннан кейін өмірде қателік емес, енді сынақтар болады. Сынақтар адамдарға не үшін келеді? Мен енді өзім рухани осындай оймен, жүрекпен, мимен жұмыс жасағаннан кейін тікелей өзімді жаңағыдай тоққа қосқан сияқты Алла тағаламен қосып әрекет жасап үйреніп қалғаннан кейін әрдайым не үшін менде қателіктер болды? Ол қателіктерге негізі өзім себеп қой. Яғни өзімнің бағытым, негізгі мақсатым осы дүнияға келгендегі бәрін Құдаймен бірге байланыстырып алып жүру. Сол қателіктерде мектепте де мысалы мұғалім сабақ береді. Сол сабақты орындамасаң, я 5 аласың, я 4 аласың, я 3 аласың деген сияқты ғой. Сол сияқты Алланың әмірін, бұйрығын, Алланың жаңағы иман келтіретін жерлерде, иман келтірмей өзіме салып жүріп, нәпсіме салып жүрген жерлерде міндетті түрде қателік кетеді, сынаққа түсесің, қайтып келіп ізденіп тауып алып, Аллаға қарай жүре бастайсың ғой. Сондықтан жаңағыдай кейде нәпсімен шайтанға еріп, сабырлық сақтамай, жауапты Алладан күтпей жүрген кездерде кетіп қалады қателіктер. Бірақ әйтеуір Алланың жәрдемімен қайттан есіңе ойыңа түсіріп, тәубаңа келтіріп, мынандай ұзақ мерзімде қателіктерді жаңағы орындап, қателік жасап жүретін адам емеспін негізі. Бірден тауып алып, өйткені мақсатым көп. Жасымызда келіп қалып, қателіктерді енді жібермей, қателіктердің алдын алу, өзімнің нәпсім мен шайтанның не айтатынын, ойдың қалай беріп отқанын, жаңағыдай тышқанды алып отқан мысық сияқты тек қана соны аңдып отырамыз ғой. Қай жерде кіріп кетеді. Қойған мақсатыңа кедергі жасау ғой негізі. Екі ортадағы байланысты бөлісу. Сол жерді қадағалап отыру арқылы қателіктер күнде болады ол. Күнде таң атты. Тек ұйықтағанда болмаса дейміз ғой. Таң атты, күн батты. Тек қана солмен арпалысу арқылы өмір сүресің ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни бір сіздің сұхбаттасқан кезде бір айтқан боласыз. Негізі кризистік кезең жетістікке жетейін деген адамдарға ол мүмкіндік. Ал жетістікке жетпей әрекет жасамайтын адамдарға, ол адамдарға жаңа кері шегінуіне, я болмаса төмендеуіне үлкен бір себеп болады деп. Яғни сіздің 2025 жылы болған қателік, делік, солар сізді мүмкіндік деп қабылдадыңыз ба, сонда болады? Мүмкіндік деп қабылдағанда енді адамда мақсат болу керек қой. Сол мақсатқа баратын жолда менде қателіктер қандай болды? Енді өзім басшы ретінде енді өзімнің үлкен компаниям бар ғой. Сол компанияда өзіміздің қызметкерлеріміз бар. Әр қызметкердің өзінің жаңағыдай өмірге деген түсінігі бар, қалыптасқан қалпы бар, жаңағыдай тәртіп деген нәрсе бар. Тәртіпке бағынғысы келмей, биыл менде 2025-те осы тәртіпті орнына келтіру, қызмет жасайтын қызметкерлердің, бизнес серіктестердің өздерінің алдарында өздерінің жауапкершілігін алып, жауапкершілік деген не екенін түсіндіру, осы маған үлкен бір жұмыс болды негізі. Мен саудамның жүруі, ақшам түсу емес, ортадағы, айналамдағы адамдардың өміріндегі өздерінің міндеттерін, өздерінің жауапкершілігін түсіндіру, тәртіпке келтіру, өте қиын екен адамдар тәртіпке келтіріп, бақылау. Осы жұмыс 2025-те толықтай өзінің мәресіне жетіп, енді 25-те үлкен жетістік маған сол болды. Үлкен қателік осы уақытқа дейін жаңағыдай енді тек сауданы ойлап, сауданың орындалуын ойлап, адамдарға
қатты мән бермеппін. Яғни тек өзімді мен ғана айналысып, өзім тапсырма беріп, сол тапсырманы орындату барысында осындай үлкен қателіктер кетті. Енді ол қателіктердің орнына келтіру үшін әр адаммен жеке жұмыс жасап, әр адамның жаңа өміріндегі, өзінің бойындағы қабілеттерді, қасиеттерді тәртіпке бағындырмай болмайтынын түсіндірудің өзі маған үлкен жұмыс болды. 7 жылғы үлкен қателіктердің бірі болды. Яғни демек, бірақ ол қателіктің өзі сізге өсуге мүмкіндік Әрине, болды. өсуге ізденесің ғой. Сол арқылы ізденесің, ойланасың, яғни оқи бастайсың. Және әр адамды жеке тұлға ретінде дамытудың өзі үлкен жұмыс қой. Мысалы, бір ұнды өсіру, жеп, біз неше түрлі нан өнімдерін пісіреміз деймін да. Бірақ ұнды жерден басталады ғой. Жерді, құнарлы жерге бидайды егіп тұқымын егесің. Ол тұқымнан оны өсіресің. Қанша адам еңбек жасайды соны егу үшін, жерді дайындау үшін. Оны шығарып, күтіп, суарудың өзі қанша жұмыс. Одан келіп оны жинаудың өзі қанша жұмыс. Оны жинағаннан кейін кептіріп, жаңағыдай өзінің мақсатында ұнға айналдырып, ұнның өзін высший сорт, бірінші сорт, жоғарғы сорт, екінші сорт деп не үшін бөледі деймін да. Қарап отырсаңыз, онда да сорт бар деймін да, сапа бар деген сияқты. Сондықтан кәсіпте әрине адамдарды сапалы білімді жаңа өзінің істеп жатқан тіршілігінде жауапкершілік бар адамдар бірден болмайды. Әр адамның бойындағы сол қасиетті, қабілетті тауып, соған көрсетіп, әрі қарай соны ынталандырудың өзі үлкен жұмыс болды. Негізі үлкен жұмыс адаммен жұмыс жасау ғой. Былайынша мәселе ақшада емес, я болмаса сен сатып отырған өніміңде емес, я болмаса беріп отырған сабағыңда емес. Сол әр адам өзінің ақыл дейді ғой, адамдарда мысалы таза ақыл дейді да. Таза ақылға келу үшін сол таза ақылды нәпсі мен шайтанмен араласып кеткен ақылдан ажыратып, әрқайсының қолына егемендік алып берген сияқты. Ол үлкен жұмыс, былай емес. Мұнда сен тәртіпке бағына ғой, сен тәртіппен жұмыс істеуің керек деген мен өзімнің тәжірибемде ондай нәрсені көрген емеспін. Оның аяғы бәрібір жақсылыққа апарған емес. Қанша адамға сен түзел деп айтқанымен, қазір міне сен істеп жатқан жұмысың дұрыс емес, сен былай істеуің керек деп айтып кеткенмен, оның ақылымен оны қабылдамайынша, адам миына, жүрегіне оны орнықтырмайынша, адамдарда ешқандай өзгеріс болмайды. Сол өзгерістің өзі қараңыз, анау бір жерді өңдеп, сол ұнды шығарам дегенше қанша уақыт кетеді. Қарасаңыз, көктем кетеді, жаз кетеді, күз келеді деген сияқты деймін да. Сондай уақыт қой, бір бидайдың өзін нанға айналдыру үшін қанша жұмыс. Адамның бойындағы қасиетін өңдеп, адамға рухани дәрежесін көтеру, ол бір жылда жетпейді ғой негізі. Сондықтан бір жылда осында үлкен жұмыс жасағаныма мен өзім кәсібін, өйткені кәсіпті дамыту керек қой. Қазіргі болып жатқан экономикалық жағдайдың өзі соған алып келді ғой мені. Әрі қарай қалай мен алып шығам. Ертең 2026-та айтып жатыр, күнде ақпарат беріліп жатыр, 2026-та осылай болады, осындай болады деп. Енді соған адам өзінің кәсібі бар, өзінің тіршілігі бар, алдында қойған үлкен мақсаты бар адамдар ойланады ғой. Сол ойдың арқасында 26-шы жылға қалмай 25-те соның бәрін реттеу керек болды да. Сол реттелді, 26 өте жақсы басталды. Яғни сізге 2026 жылы тек табыс, алдыңызға қойған стратегияңыз жүзеге асуына тілектеспін. Жаңа сіз айтып жатсыз, компанияда қазір бизнеспен айналысып жатқан, халыққа танымал болып кеткен қызметіңізбен де, өніміңізде танымал болып кеткен, танымал болған адамсыз жалпы. Бірақ мен білуімше сіздің бизнесіңіз екі бағытта. Яғни тікелей саудада бар, көп жүйелі маркетингте бизнес бар. Осы жерде мынандай сұрақ туындап жатыр, жаңа сұхбат барысында. Мысалға айтады ғой, екі кеменің басын ұстаған, жаңағыдай батады деген сияқты. Бұл жерде сізде ондай сезім, я болмаса қорқыныш жоқ па? Яғни бір жағынан жаңағы айтып жатқандай қызметкерлердің жұмысын ретке келтіру үлкен жұмыс болған сияқты. Сонымен қатар көп желі маркетингтағы бизнес серіктестеріңізбен жұмыс жасау да ол да үлкен жұмыс. Сонда екеуін алып жүрген сізде қандай қуат, я болмаса қандай стратегия қолданасыз, я болмаса жаңағыдай екі кеменің басын ұстаған суға батады деген қорқыныш жоқ па сізде? Ондай сияқты. Ондай сезім жоқ па сізде? Енді сұрағыңызды қалай түсінсем екен? Сіз бұл жерде
саудамен мына білімді айтып отырсыз ба жоқ жоқ мысалы жаңағы сіз айтып желі отырсыз, маркетингпен қызметкерлеріңіз бар ғой, тұрақты яғни тұрақты қызметкерлеріңіз бар. Сонымен қатар желі маркетингте ол бизнестің жүйесі, ол серіктестеріңіз тұрақты емес, мысалы әркім өзінің табыс қанша тапқысы келеді, соған байланысты уақыт бөледі деген сияқты. Бірақ соған қарамастан сіз оларға да жаңа уақыт бөліп, олардың да дамуына үлесіңізді қосып жатсыз ғой. Тура сол сияқты жаңа айтып отқанда қызметкерлеріңізде жұмыс жасауын ретке келтірудің өзі үлкен жұмыс болған сияқты. Бұл жерде сондай сезім болмай ма деймін. Мысалы көбісі айтады ғой, екі бағытты алып жүрсең жаңағыдай екі кемені салыстырған сияқты. Сондай сезім болмай ма деген ғой, екі кемені алып жүрмін деген сияқты. Енді менің кәсібім негізі желі маркетинг қой. Негізі бастағандағы мақсатым өзім осы желі маркетинг арқылы көп жетістіктерге жеттім. Енді бар жетістігіме жеттім десем болады, енді Алланың жәрдемімен. Енді өзім саудада да болған, саудада жасағам, базарда тұрғам, дүкенде ашқам, наубайханада ашқанмын. Енді әрдайым адам ойлап былай әрден экономика жағдайға байланысты осы болып жатқан инфляция деп атады, мысалы деймін да, соның бәрін енді ойлау арқылы өзіңнің кәсібің соған лайықты болып өсіп отыру керек қой. Енді желі маркетингті мен таңдағаннан кейін бұл маған өте ұнады, себебі бұл жерде өзіңді де дамытасың, айналаңдағы адамдарға да өздерін дамытуына көмектесесің, яғни өсіру, адамның ақылын өсіру, білімін өсіру, кәсіби маман ретінде жетілдіру. Сол бағытта жұмыс жасағанда адамдармен тығыз байланыста боласың ғой. Бірақ сол жұмыстың бәрін мен өзім жасамаймын ғой. Яғни көп жерде мен енді байқағаным, адамдар ойлайды, мен өзім ешкімге сенбейді. Енді болады айналамыздағы сондай кісілер. Мен өзім ана жерде мен істемесем, ана жерім құлап қалады, мына жерді жасамасам құлап қалады, бәрін өзім жасаймын деген сияқты 360 градусқа айналып жүргенде өзінің басы айналып бизнестен кетіп қалған білмей қалады. Мен енді үлкен бір сондай нем өзімнің кәсібімде болсын, жаңағыдай өзім администрация дейді ғой, енді қол астындағы жұмыс еткен қызметкерлердің бәрі біздің негізгі мақсатымыз бір бағыт қой. Негізгі айналып келгендегі мақсатымыз бір бағытта халыққа қызмет жасау ғой. Яғни мен мықтымын, менің компаниям мықты, менің жаңағыдай командам мықты деп айта алмайсың, өйткені адамдарға оның бәрі қызық емес. Олар сенің маған берейін деп тұрғаның маған пайдасы бар ма дейді ғой. Сен пайдасын білуің керек та, ол адамдарға ұсынып тұрған өзіңнің қызметіңнің қызмет қой бәрі де. Оларға пайдасын ойлаймыз ғой біздер. Сол пайдасын ойлаған кезде енді сол пайданы жеткізетін адамдардың ойы ниеті бірігу керек қой. Жаңа мектепте оқығанда Лев Толстойдың бізде бір несін оқығам, жаңа басня дейді ғой. Басня Крылова да. Сол жерде жаңағыдай рақтың шаян дейді, жаңа құрғаққа тартады дейді, балық суға тартады дейді, шағала аспанға тартады. Бірақ бәрін бір арбаны байлап қойған дейді, үшеуіне. Сонда енді арба қаяққа жүреді дейді. Әрқайсысы әр жаққа тартатын болса, егер отырған біздің адамдардың бизнес серіктестес болсын, жаңағыдай осы қызметте жасап жатқан кісілер болсын, бәрінің мақсатын бір жерге шоғырландырмасаң, жаңағыдай болады, әрқайсысы әр жерге тартып. Сондықтан біздің ниетіміз, мақсатымыз халыққа қызмет жасау, қызметімізді артылдыра беру. Тағы да біз қалай қызмет жасай аламыз, тағы да қалай адамдардың жеңілдік бере аламыз, біздің өнімімізді пайдалану оларға тиімді ма, тиімді жағын жетілдіру арқылы, яғни біз не құрдық, бір орта құрдық, ол ортада негізгі мақсатымен адамдар тәрбиелеп отырғанда әрқайсының өзінің қызметіне байланысты ғой. Өзінің қызметіне байланысты халықпен сөйлесу. Өзінің бойындағы мақсаты осы компанияда жасап жатқан жұмысын өте жақсы білуді үйрету ғой адамдарға. Сол арқылы біз бір жылда жақсы үлкен не құрдық. Орта қызметшілердің ортасы, бизнес серіктестердің ортасының бәрін несін ойын бір жерге шоғырландырдық. Яғни 2025 тағы да жаңа дәлелі сізге 2025-тің 2026-ға аттану өте нәтижелі болған сияқты. Дайындықтың арқасында ғой. Бізде дайындалдық қой енді. 26-да 25-тегі жоспарымыз енді 26-да не үшін біз 25-те отыра беретін болсақ сол қалыпта 26-та өзгеріс әкеле алмаймыз ғой. Сондықтан әр адам өзінің бойындағы кемшіліктерді біліп, соны бір 20% ғана жақсылыққа айналдырса, сенің алдындағы табысың да 20%-ға көтеріледі,
жаңағы жасап отқан кәсібіңде көлемі 20%-ға көтеріледі. Өзің ешқандай өзгермей отыра берсең, алдыңда не күтесің? Ешнәрсе сол нәрсені аласың ғой, болды, өйткені өзгерген жоқсың. 25-тегі мен 26-ға жылдан жылға сондай өзі өмірде адам әрбір өзінің кезеңі болады. Ол сенің адам ретінде болсын, жаңа ақылыңды өсіру болсын, кәсібіңде болсын. Енді өсірмесең, өзің өзгермесең, қазір қойып жатқан талапты естіп отырсың. Құлағың саңырау емес, көзің соқыр емес. Енді дайындық керек қой нәрсеге. Менде бір кісі айтып еді өткенде, біз не сияқтымыз деп, ал жау келді дегенде қылышымызды алып жүгіріп, оған дейін ұйықтап, батырлар ұқсап жаңағы 1 жыл ұйықтаймын деп, ал жау келді деген үштіріп. Қазір ондай заман емес қой, қазір алдын ала бәрін ақпараттың заманын ескертіп отыр ғой. Сондықтан әр адам, енді біз жаңағыдай қылышымызды алып, басқа қару-жарағымызды алып аттанбаймыз ғой. Әрқайсысы өзінің кәсібінде болайын деп жатқан өзгерістерге сай өзгеру керек қой. Яғни осы жерде шешім қабылдаудың нәтижесінде дедіңіз жаңа, алдын ала дайындалғанның нәтижесінде. Жалпы Роза ханымға шешім қабылдайтын кезде сенімділік басым ба, әлде қорқыныш басым ба? Қорқыныш болатын болса адамда да, жаңадан жасап жатқан, бастап жатқан кәсіп, бизнес жасап жатқан адамдар қорқыныш болатын болса, оларда оны қалай жеңуге болады, я болмаса сол сіздің өзіңіздің үлгіңіз ретінде жеткізіп берсеңіз. Енді кейде мен ойланамын, адамдарға қараймын, айналама қарайсың ғой, адам болғаннан кейін бір жаңағыдай жападан жалғыз, бір ешқандай айналамда адам жоқ жерде өмір сүріп жатқан жоқсың. Айналамыз солған адам ғой. Сол енді адамдарда қорқыныш деген нәрсе болады. Ол енді әрбір адам, мысалы деймін да, бала кезінен бастап тәрбиеленіп, өзі бір жаңағыдай қолына дипломын алып, бір кәсібін жасап, бастаған кезде басталатын қорқыныштар ғой. Яғни жасай аламын ба, жасай алмаймын ба деп қорқады. Сол себепті жаңағыдай қолдарында көп жағдайда біздерде кезінде жаңағыдай білім ал, диплом ал, сол дипломмен бір жерге барып жұмыс жасайсың, сені жаңағы мемлекет аштан өлтірмейді, көштен қалмайсың деп сөйтіп тәрбиеледі ғой. Қазіргі уақытта олай емес қой. Енді қазір мемлекет өздеріңді асыраңдар, жаңағыдай бүкіл мүмкіндікті жасап, жағдай жасап берді ғой енді. Сол жерде қазіргі енді біздің осы өмір сүріп жатқан қазіргі енді осы мынау 2000-нан бастап көзқарасымыз, енді біз сол кездермен қалып қоятын болсақ, онда өзгермес едік деймін да. Ол кезде бізді жаңағыдай мемлекетке қызмет жасауды үйретті. Яғни дипломыңды алып қызмет жасауды. Ал қазір не дейді? Дипломыңды ал да бизнесқа айналдыр деп жатыр ғой. Қорқыныштан енді қорқатын заманы мен енді қазір өз болатын болса, одан кеткен адаммын ғой енді. Қорқыныштың бәрін жеңіп не қылды жаңа қоянды қамыс өлтіреді, нені батырды намыс өлтіреді деп. Енді әйел болсын, еркек болсын, бәрінде де адамда жаңағыдай жан болғаннан кейін, адам болып келгеннен кейін бәрімізде намыс бар ғой енді. Намысы бар адам, ол әрдайым бірінші орынға өзінің керегін қойып отырады ғой. Мысалы, адамға бір нәрсе қатты мұқтаж болмаса, ол қорқып отыра береді. Ол қорқып отырған, өйткені мемлекетке сенеді, пенсияға сенеді, пособияға сенеді, айлыққа сенеді, ата-анасының табысына сенеді. Сол нәрсе оны жаңа қорқыныштан арылтпайды ғой. Егер осының бәрін алып тастасаң, ол ешнәрсе болмаса, мемлекет пособия болмаса, пенсия бермесе, ата-анасы оның болмаса, оны қамтамасыз ететін, сонда ол өзі жалғыз қалады ғой. Жалғыз қалған кезде, мысалы, не істейді ол? Қорқыныштан арылады ғой. Сондай дәрежеге өзі Алла тағала апарады адамды. Енді өмірде сол күресу арқылы бір күресесің, жеңдің, қарасаң, мен жеңе алады екен ғой, тағы да бір ол тоқтамайды, өйткені өсу бар да, өспесе адам жаңағы не тоқтап қалған су сасиды деген сияқты бір жетістікке жетіп алғаннан кейін, мына дүнияның қызыл жасылын бәрін көріп тұрғаннан кейін адам тоқтай алмайды. Тем более жастар тоқтай алмайды қазір. Бәрі керек қарап отырсаң. Сол үшін ол соны табуға не етеді, ұмтылады. Сондықтан ол қорқа ма? Қорықпайды ғой еш нәрседен. Қорқайын десе, артында семьясы бар, бала-шағасы бар, достары бар, көріп тұр. Көзінің алдында бәрі өз сияқты адамдар жетістікке жетіп жатыр. Яғни қазір заманның жақсы екенін айтқым келіп тұр. Біздің кезімізде мысалы Волга деген машина болды. Ол тек әкімдер айдайтын оны. Сосын Москвич деген машина болды да, ол деген қойшылар жаңағыдай, қойшыларға береді ол машинаны. Оны басқа ешкім айдамайды деймін да. Оны жаңа немен, дізіммен, кезекке қойып, сөйтіп беретін ол кезде. Қазір заман жақсы екен, енді қараңыз, қазір қандай көлік мінгің келсе, бәрін жасап қойған ғой. Ақшаңа аласың ба,
оны жаңағы кредитке аласың ба, қалай аласың, қалай мінесің, ана көзіңе көрінген нәрсеге ұмтыласың ғой. Бізде де көзімізге көрінбегесін ұмтылмай жүре бергенбіз ғой, дүние керек емес деп деймін да. Қазір енді жастарға табыс табу өте оңай, өте ұмтылатын, жаңағы қорықпайды қазір. Өйткені ұмтылатын зат бар. Иә. Иә, керемет. Енді сіздің компанияңыздың сіздің бизнесіңіздің бір бағыты ол кәсіптік рухани білім беру орталығы. Енді бизнесті жүргізу, бизнесті стратегияңыз, жалпы бизнесті ұстанатын ұстанымыңызды біз білдік. Яғни қорқыныш болады, бірақ оған қарамастан жаңағы отступать некуда, позади Москва деген сияқты артқа шегінетін жол жоқ. Алдыға сүйенетін ешкім жоқ. Тек бір Аллаға тәуекел етіп, сол ұстаныммен ұстанасыз. Өте керемет. Енді сіздің білім беру орталығыңыздың бағыты кәсіптік және рухани білім беру орталығы. Яғни жалпы адамдардың рухани дамуына, рухани деңгейіне де сіз мәнді көп бөлесіз. Осы жерде сұрақ, жалпы қазіргі заманда, қазіргі ортада бүкіл адамзатта бір рухани дерт бар сияқты. Яғни қанша жерден қызылды жасылды нәрсе көбейген сайын адамның нәпсі де жаңағыдай семіреді ғой. Бірақ осы жерде сондай нәпсінің жетегіне еріп кетпеу үшін адамның рухани деңгейі күшею керек деп айтасыз бір сөзіңізде. Яғни сол рухани дерттен адам қалай арылады? Рухани дерт деген не екенін бірінші білу керек. Иә. Мысалы біздің басымыз ауырса, асқазанымыз ауырса, 12 мүшеміз бүйрек, бауыр десе, біз жаңағыдай қандай маманға барамыз? Оны емдейтін өзінің маманы бар деймін да. Тісіміз ауырса, тіс дәрігерге барамыз деген сияқты. Көз ауырса, көз дәрігерге барамыз дейміз де. Енді барғаннан кейін сол маман сізге не қылып береді? Емдейтін жолын көрсетіп береді. Мысалы, система береді, укол береді, дәрісін береді, сондай жолдан көрсетеді. Енді соны сіз пайдаланбасаңыз, ауруыңыз ұлғаяды. Ұлғайғаннан кейін ол сіздерді одан да қатты аурудың асқынуына апарады. Асқынған ауруды емдемесең, оның енді соңғы нәтижесі осы дүниеден кетесің ғой. Мысалы деймін да. Енді сол себепті адамның өзінің материалы денесі дейді ғой, оны көрініп тұрған дененің ауырғанын сеземіз. Сеземіз, көре аламыз. Ал рухани дерт деген не ол? Мысалы біздің рухымыз деп атамыз. Оның да өзінің тамағын беру керек, оның да ауырған, не үшін ол ауруға шалдығады? Мысалы біздің жаңағыдай барсақ, мамандарға айтады, сіз көзіңізбен ұялы телефонды көп көрдіңіз, болмаса көзіңізге қажет витаминдар бар, көзге байланысты жаттығулар да бар, соны жасамадыңыз дейді. Асқазаныңызды дұрыс күтпедіңіз, дұрыс тағам пайдаланбадыңыз. Енді бәрі ауруының себебін не дейді? Тамаққа байлайды ғой. Ұйқыға, сіздің ұйқыңыз бұзылған дейді. Жаңағыдай көп уақытыңызды жұмысқа жібердіңіз дейді. Сондай не себептерін айта бастайды. Сол сияқты оның да рухани дерттің де себебі болады. Ол не? Мысалы, біздерде ол қандай дерт? Біздерде жаңағыдай, мен ылғида айтам, бізде нәпсі деген қуат бар, жанымыз бар деймін да. Яғни біз денені тәнге, нәпсіге бағындырып, соны айтқанымыз істеп кеткен жағдайда пайда болатын аурулар ғой ол. Көрдіңіз ба? Яғни біз негізі адамның жаны мақсатын, негізі адам осы дүнияға келгенде адам ретінде өзінің мақсатын, жауапкершілігін білу керек. Мысалы, не үшін мен осы дүнияға келдім деген адамды бір ой қозғау керек қой, адам өз-өзін қозғайды ғой. Мен не істеп жүрмін деген ой қозғаймы, адамдар қозғайды ғой. Бірақ айтып, мен не істеп жүрмін? Адамдар не істеп жатыр? Осы дүнияның ғана көреді да, ана адамдар жаңағыдай андай машинаға мініп жатыр, мен неге сол машина міне алмай жатырмын? Адамдар осындай көп ақша тауып жатыр, мен неге таба алмаймын деген сұрақтарды қояды адамдар. Бірақ неге сондай болып жатыр деген жауапқа тек қана жұмыс істесең, бір кәсіп жасасаң, сен ақша тапсаң жетесің деген ғана жауап алады да. Ал бірақ енді біз бұл дүнияға келгенде бәріміз білеміз деймін да, осы нәрсені оттың басында негізі айтылу керек, қоғамда да айтылу керек. Адамдар енді осыны, мысалы, бір адамдар өзінің маманына байланысты оқиды деймін да. Енді осындай адамдарға Құдайдың бар екенін, біз осы дүние уақытша екенін айтатын да мамандар бар. Олардың өздерінің сол оқыған, жаңағыдай Құранды, хадисті, бүкіл кітаптарды оқып, соны айтып жатыр ғой олар да енді. Естіп жатыр ғой, олар да ескертіп жатыр. Оның ақиқат екенін айтып жатыр адамдарға.
Енді сол бірі болмаса бірі бір адамдардың құлағына шалынады ғой, естиді, себеп болады дейді. Сонда енді біздің адамның бойындағы дерттердің ең көбі ол адамдардың бойындағы қызғаншақтық, көреалмаушылық. Бұл рухани дерт, иә? Бұл рухани дерт неге байланысты? Нәпсіге байланысты ғой. Сол қызғаншақтық жаңағы айтып отқанда рухани дерттің белгілері ма? Белгілері. Не себепті? Өйткені енді біз әрбір адам мұсылман болып келгеннен кейін, дініміз ислам болып келгеннен кейін, біз бәріміз де осы дүнияға келгенде білеміз. Алланың бар екенін білеміз. Аллаға негізі өзіміз қиналған кезде есімізге түсіреміз. Ал жағдайымыз болған кезде ұмытып кетеміз. Жағдайымыз жақсы болса тіпті ұмытып кетеміз. Ал көп жағдайда қиналған кезде ғана естеріне түсіріп жатады адамдар. Бірақ енді біз туған бойда соны біздің бірінші ата-анамыз ғой, тәрбиелеуші ата-анамыз бізге солай отбасында тәрбиелеу керек. Біздің жаратушымыз бар, бізді сендерді Алла берді деп онсыз да айтады. Біздің қазақта отбасында Алла берген деп даже кезінде балдардың аттарын да қойған, балаларының аттарын Алла берген, Құдай берген деген есімдер бар. Сонда соны айтылып отырған ғой уақытында. Бір кездерде осы айтылмай кетті. Айтылмай кеткеннен кейін не істеді? Өйткені дүнияның қызылды жасылымен адамдар ұмыта бастады. Мен деген пайда болды адамда. Негізі рухани дерттің бастауы меннен басталады ғой, менмендіктен басталады. Мен деген тәкаппарлыққа апарады дейді ғой. Тәкаппарлыққа барғаннан кейін адамдар не істейді? Бірінші айналасындағы адамдар менсінбей бастайды ғой. Сосын бір адам одан артық болса қызғана бастайды. Яғни өзінің айтқаны болмаса ренжи бастайды. Содан көреалмаушылық пайда болады деген сияқты. Енді осыны көбейтіп кеткенде енді келеді ғой, азып тозып ауруға ұшырайды ғой. Сосын келеді, не істеуім керек дейді. Сол сияқты мамандар айтады, намаз оқуың керек, ораза ұстауың керек, 5 парыз қажылыққа баруың керек, зекет беруің керек, садақа беруің керек деп келеді ғой. Енді ол біткеннен кейін адамдар келеді, не істеймін деп ол маманына барады бәрібір, дұрыс па? Сосын оны маман айтады, осыны жаса дейді. Бірақ соны неге жасамайды деймін адамдар? Жасамайды? Өйткені енді бәріміз білеміз, енді оқығанда оқып жатырмыз, уағыздарды естіп жатырмыз. Сонда ең бірінші дейді, Алла тағала адам батаны жаратты ғой. Адам батаны жаратып, соның періштелердің бәрі Ібліс ол кезде шайтанның атасы дейді ғой қазір. Ол кісі деп қойды. Қызып кеткенде. Ол сонда 70 мың жыл періштелерге сабақ берген ғой. Содан періштелер осындай Алла тағала осындай жасап жатыр. Бірін жасап жатыр енді. Білмейміз не жасап жатқанын. Біз енді соның бір несіне қаһарына ұшырап кетпейік. Бізге дұға жасаңызшы, жамандықтан бізді сақтасын деп келеді ғой жаңағы періштелер. Содан дұға жасағанда жаңағы дұға жасаған адам не істейді? Біз біреуге барып айтамыз ғой, дұға жасаңыз деп. Сонда адамдарға дұға жасайды ғой, дұға сұрап барған кезде. Сөйтіп Құдай сақтасын сендерді жаңағы қаһарына ұшырап кетпеңдер деп дұға жасайды. Сөйтіп Алла тағала адамды жаратқан, адам жаратып, енді бәріңде сәжде қылыңдар деген ғой. Сол кезде періштелердің бәрі сәжде қылған кезде Ібліс тәкаппарлық жасап басын имеген ғой. Мен бірінші жараттың, мен оттан жараттың, оны топырақтан жараттың, қазір адамдарды мен мынаумын, сен анаусың деп басталатын әңгіменің басы. Сөйтіп бағынбайды ғой. Содан оны жаңағы лағнетке ұшырайды ғой. Дозақты жаратып, дозақта боласың деп қаһарына ұшырайды Алла тағаланың. Сонда айтады ғой, мен неге кетемін өзім? Мен кім үшін кетіп баратырмын дейді. Мен адамдар үшін кетіп баратырмын. Сол адамдардың бәрін өзіммен алып кетемін дейді ғой. Қазір мысалы деймін да, анау неше түрлі жаман қылмыс жасап жатқан адамдарды групповой преступление жасап алып кетіп жатқан сияқты деймін да, өзімен бірге. Жамандыққа бір адам бармайды, қасына сондай жамандық жасайтын адамдарды жинап алады ғой. Сол сияқты сөйтіп оның балалары жаңағы шайтандардың бәрі айтады ғой, енді не істейміз енді, қалай бұл адамды алдынан, артынан, оңынан, солынан келіп қалай азғырамыз дейді ғой. Ойланады. Сөйтіп былай азғырайық дегенде енді ең бірінші жаңағы бізде аят жаңағы Фатиха. Соны айтқанда біздің әліміз келмей қалады дейді ғой енді. Сөйтіп Ібліс әбден қиналып, сөйтіп теңіздің түбіне түседі ғой. 1 жыл теңіздің түбінде ойланады. Қараңызшы, қалай азғыру керек екен. Сонда 1 жылдан кейін шығып айтады ғой, таптым деп. Адамдар дүнияны қызылды жасылымен алдап, Құдайдан алыс бөтен қылам дейді ғой. Бізде не болып жатыр? Сол болып жатыр.
Жастарға айтсаң кейін дейді, балдарға айтсаң әлі жаспыз дейді. Содан осы дүниядан жұмысымнан үлгермеймін дейді, тағы бірдемеден үлгермеймін дейді. Сосын ертең қартайғанда көп кісі айтады, мен көзім көрмейді, бірдеме тәуекел дейді да. Енді қалай сол нәрсенің бастамасы осыдан басталады ғой деймін да. Сонда біз соны алдауына түсіп жүрміз ғой. Мен де мысалы енді оны өзім адам ретінде өзім де соның алдауында жүрдім ғой. Білмеген кезде. Жаңа білмеген адам уш еді деп. Соның соңында жүріп, өзімде тұғырыққа тіреліп, басымдан неге ұрып, кейін қайтатын жол таппай барып, енді кімге барам дегенде, енді әрбір адамның Алла тағала жаратқанда мына екі иығымызда екі періште отыр. Ол жазып отыр бәрін, жақсылық жамандық. Бір періште мысалы несі бізді қадағалап күнде Алла тағаламен байланыстырып отыр деймін да, мысалы. Сол сияқты періштем айтты ғой маған, болды ғой енді деп ше, болды енді қайтсай Құдайға қарай намаз оқысай деп. Сонда сол енді кім сөйледі ішімде отырып, періштем ана қиналған кезде кімнен енді мысалы бір жаннан сұрайын ба, көршімнен сұрайын ба, бәрін сұрап болдым ғой деймін да. Ешқайсысы көмектесе алмаған кезде, ана тұғырықтан шығаратын жол жоқ кезде барып қана есіме Құдай түсті ғой. Енді періштем түсірді ғой есіме. Сон жаңағыдай сол ойдың арқасында жүрегіме Құдай өзі періште арқылы хабар беріп, сол арқылы бастадық қой. Сол бастаудың басы әрі қарай отбасымызда. Ол кезде балаларымыз жас, басы тек 12-де, жаңа 7-де, сондай жастың екі ортасында болған кезде біздің отбасымызда тек қана Құдай туралы әңгіме басталып кетті ғой. Мен өзім рахмет айтамын Алла тағалаға. Осындай мүмкіндік беріп, менің басымды әбден тұғырыққа апарып тіреген кезде уақытылы қайтарғанына деймін да. Әйтпесе қазір айналаңа қарасаң жүр ғой талай адам деймін да. Айтсаң да түсінбейді. Мысалы жоқ дейді. Өзім келтіремін орнына деп, сонымен келтіре алмайды, қанша адамдар кетіп жатыр деймін да. Сондықтан да бұның аурудың емдейтін маманы болу керек қой. Сен өзіңнің білмейсің әйтпесе деймін да. Қазір айтсам, сенің бойындағы осындай дерт бар деп айтсаң, адамдар жоқ дейді да. Жоқ, ондай емес деп жаңағыдай ренжиді. Ал егер ол адам бір тұғырыққа тірелмесе, көп адамдар тіреліп барып келеді да. Тірелмей келудің жолы енді жолы бір қиынау. Өткен ата-анасы оны сол кішкентай кезден тәрбиелемесе, мысалы менің өзім әкем тәрбиеледі ғой. Ол кісінің көзі кеткеннен кейін бәрі далада қалды ғой. Жетелейтін жетекші жоқ. Әке шешеміз қайтыс болып кетті мысалы деймін да. Өзімнің әкем 16 жасымда, анам 20 жасымда қайтыс болып кетті. Нағыз сондай жаңағыдай әбден нәпсі мен шайтанның несінде кететін уақыт қой енді, жетегінде кететін уақыт деймін да. Сол уақытта біраз сүйретілдік қой. Сүйретіп біраз қиындыққа түстік. Енді соның бәрі сабақ қой білген адамға. Уақытылы менді Алла тағала өз ниетіме, ата бабамыздың, әке шешеміздің дұғасы, жаңағы ұрпаққа бәріміз дұға жасаймыз ғой, мысалы деймін да. Қазір ақиретке дейін ұрпағым салихалы ұрпақ болса екен, тура жолда жүрсе екен деп, мысалы біз ақиретке дейін дұғамызды тастамаймыз, мысалы деймін да. Сол сияқты ол кісілердің де дұғасы қабыл болып, жолымызға жақсы адамдарды кездестірді. Негізі ата бабамыз дұрыс айтып кеткен ғой, жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді деп ше. Сондықтан әрбір адам өзінің адам ретіндегі мақсатын, жауапкершілігі, міндетін білсе, негізі деймін да. Осы дүнияға келгендегі мақсатын білсе, Алла тағаланың алдындағы өзіміздің білсек, жаңа жауапкершілігіміз қандай келгендегі. Мысалы қазір осы жерде біз түсіріп отырмыз, осы қазір мына сұхбат беріп отырмыз деймін да. Осы түсіріп отыр камераға. Осылай бізде бір періште түсіріп жүр ғой. Қазір мына запись жазылып жатыр. Осылай мына екі періште жазып отыр ғой бәрінде. Енді оған сен Алла тағалаға келмесең, Алланың 5 фарызын орындап бастамасаң, соның айтқанын істемесең, ол нәрсе келе алмайсың. Түсіне алмайсың оны. Ол өткені жылдармен келетін бұл адамның бойындағы негізі бар, менде бар да, тіпті сізде жоқ емес ол қасиет дейді. Оны өшір бәріңіздер, дедіңіздер жарда жау болып жүрміз ғой қазір. Сондықтан ол дерттен арылу үшін міндетті түрде сол дерттен арылтатын рухани жаңағыдай кемеліне жеткен, өзі сондай дәрежеге жеткен, өзінің бойындағы сол аурудан арылған адамдармен сұрап ілім алу керек. Дұрыс айтасыз, кім болса соған ұрынбай. Жоқ. Сіз осының алдыңғы сұхбаттарыңызда, барлық сұхбаттарыңызда айтасыз,
мен ол адамның бірінші нәтижесіне қараймын. Яғни рухани дерттің өзінде емдеу үшін маманына баратын кезде оның да сол жолдағы нәтижесі болу керек. Мысалы мен де намаз оқып бастадым, иә, бірінші оразадан бастадым. Сонда маған кісілер айтты, сен неге ораза ұстайсың, бірінші намаз оқуың керек деді. Мен енді ораза өткені маған оңай болды да, 30 күн ораза, бүгін ораза деді, аузым бекітінде кете бердім деймін да. Ал намаз оқу үшін мен анау ұстазды табуым керек, онан нені жаттауым, сүре жаттауым керек, оны жаңа уақыт жоқ. Мен қазір оразадан бастап кетейін деп. Бара қарасаң, ең бірінші иманнан басталады деймін да, 5 парыздың бірі. Сонда ол жаңа иманды да тастап, намазды да тастап, оразаға көшіп кеттім деймін да. Сөйтіп жүргенімде ойыма қажылыққа бару керек деген келді да. Енді оған дейін бірақ намаз оқу керек дегенді естігем ғой. Намаз оқып, әйтеуір жаңа 5-6 сүрені жаттап, намазға жығылып, қажылыққа кетіп қалдым деймін да. Оны екі ортада садақаң, зекетің бар дейді. Бірін аттап, біріне кетіп жүріп, әйтеуір кейін сол ілімнің жаңа осындай естіген сабақтарымыздың арқасында әйтеуір реттеп бәрін деймін да. Сонда иман мәселесіне соңына келдік. Негізі бірінші иман. Яғни Алланың барлығын, бірлігін тану, бүкіл пайғамбарларға иман келтіру, бүкіл періштелерге иман келтіру, түскен кітаптарға иман келтіру, жақсылық пен жамандыққа иман келтіру, ақиретке, өлгеннен тірілетінге, соған иман келтіру ғой негізі деймін да. Қарасаңыз, бірақ сол жаңа ең бірінші 2006 жылы 2010 жылы қажылыққа кетіп бара жатқанымызда жолдасымыз екеуміз бардық та. Жолдасым ол енді ораза ұстайды, ол намазға да әлі шығып үлгермеді да. Сосын бармайын деп мен айтамын, жой бара берейік, тәуекел, сондай мүмкіндік болып тұр, кете берейік деп жаңа сүйреліп алып шыққанмын ғой. Содан самолетта отырмыз, жаңағыдай мен терезенің алдында отырмын, сосын жолдасым отыр, қасында тағы да бір кісі отыр еді. Ол кісілердің барып келіп жүрген кісі екен. Содан сұрайды ғой менің күйеуімнен, намаз оқисың ба, қашаннан бері намаз оқисың деген ғой. Ал кісі намаз оқымайды. Содан бір кезде маған бұрылып айттым ғой саған, бармай ақ қояйын, ана адамдар намаз оқисың, не деп жауап беремін дейді да. Сосын мен айтамын, мен самолеттен секірмейсің ғой, енді тәуекел, тыңдама, ол кісі бері қарап отыр деп. Содан сол жаққа біз сол кезде 25 күн болдық, сол 2010 жылда солай береді. Сол жақта жүріп намазға шығып келді ғой, қасында ер адамдар бөлек жатады ғой, әйел адам бөлек, соның қасында бір жақсы адамдар кездестіріп, сол 25 күнде әйтеуір сүрелерін жаттап, намаз оқып қайтып келді деймін да. Сондықтан мен мынандай анау айтты, мынау айтты дегенге онша қатты мән бере бермеймін. Құдай не айтты маған, жүрегіме жақсы нәрсені салды ма, Құдайға байланысты әйтеуір бастап кете беремін. Әрі қарай Құдай өзі реттеп қазір осындай шүкір Аллаға деймін да. Мысалы өзімнің, содан өзімді зерттей бастадым. Менде қандай дерт бар? Мен қызғаншақ түгімін. Иә. Мен тек мен жасауым керек, менің ісімнің бәрі сондай нәтижелі болу керек, ешкіммен бөліскім келмей, өзім жасай беретін. Содан бір күні сондай ұстазымнан сұрадым да, осындай мінез бар менде, осы мінезіммен қалай арылам дедім. Содан ол кісі айтты, Құдайдан сұра деді да, Алла, мен осындай бойымдағы жүрегімді махаббатқа толтыршы, мен осы адамдардың бәрін жақсы көрейінші, ешқандайдан да жек көрмейін деп осы дұға жасай бер деді да маған. Сол дұғаны тастамай жасадым. Сол дұғаны енді Алла тағала қабыл еткен ғой. Бір жылда ма, бір енді одан да артық уақытта ма, енді адамдарды 100% жақсы көремін деп айтамаймын. Енді бір 70% адамдарды жақсы көретін қабілет бар. Мысалы, оның өзі, сонда да әр адам, жаңағы сен өзің соны жетістікке жеткен адам, саған сондай өзің ұстазың тапсаң, ол адамның бойында сондай бүкіл Алла тағаланың сипаттарын көрсең, мысалы деймін да, енді Алла тағаланың, мен өзіме сондай мақсат қоямын. Алланың сипаттары қалай соны дамытам, менде бар ма, жоқ па, дамыту үшін не істеймін деген, ізденіс қой, әлі ізденісте жүрміз. Соны дамыту үшін Құдайдан сұрайсың. Сосын Алла тағала өзі жәрдем береді, көмектесетін адамдарды жібереді. Сөйтіп адам өзінің осы өмірге келгенде, енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, енді өмірбаян оқып жатырмыз, қажылыққа барып жатырмыз, естіп жатырмыз, уағыз естіп жатырмыз, қазір бәрі айтып жатыр. Сонда енді ниет қоясың ғой, сондай болуға, әйтпесе жәннатқа кіре алмайсың ғой. Енді өзіңіз ойлаңыз, енді тозақ бар екенін біліп, жәннаттың бар екенін біліп, осы дүнияда ойбай коттеджде тұрайын, осындай машинаға мінеміз деп ұмтылып жүреміз деймін да, сол үшін. Ал енді одан да артық мәңгі өміріңде сондай берем деп тұрған, оны да Алла тағала айтады, мынаны істесең берем дейді. Ода да 8 қабат жәннат дейді, ең жоғары фирдаус жәннат дейді, мысалы деймін да. Сонда енді осы дүнияда ең биік дәрежеге, дүниялық мақсатта ұмтылып жатқанда, соған неге ұмтыласпыққа деп мен өзіме бірінші жаңағы ояқты да қоям. Мысалы, фирдаус жәннатқа барғым келеді. Мен ода тұрған не бар, ниетіңе жаңағы әйтеуір амалың жасай берсең, жетсең де кетсең де мақсатың бұзба деп деймін да. Ол мақсат қой. Оны ойлауға саған ешкім не бермейді ғой, саған жаңағыдай. Кедергі жоқ қой, ой, ми өзіңдікі ғой. Күшті екен деп ана біліп алсаң, мысалы деймін да.
осы дүнияда біз өзіміз жайтамда тұрғанда коттедж үй туралы бәрі ана байлар коттедж үй тұрады екен дегенде сонда ойлайтын мә осы коттедж үй тұратын адамдар немен айналысады екен, олар қандай табыс табады екен деп өйстіп тұрып ана үйлерге қарап ойланғанмын. Сол үйлердің ішін көрсем ғой, үйлердің іші қандай екен деп деймін да. Соны Құдай берді ғой деймін да, сол коттедж үйді бір емес бірнешеуін деймін да, мысалы. Иә, сонда сол ниетіңе беріп тұр. Енді сен Құдайдың намазыңды оқып, әйтеуір Құдайдан кешірім сұрап, Алланың айтқан бұйрығын, әмірін әйтеуір жаныңмен, малыңмен, садақаңды беріп жасасаң деймін да, сөйтіп ойлап отырсаң, соны не бермейді дейсің ба? Береді ғой Алла тағала, ол деген мейірімді, рахымды шегі жоқ қой деймін да. Осы дүнияны сөйтіп ойлағанға сол саған беріп жатса, ана ойдан шығармай негізгі мақсатым сол. Негізгі мақсатым сол деп Аллаға күнде сен жалынып айтып отырсаң, саған тахаджудты беріп қойды, сол жерде тұрып, мынандай қасиетті айларды беріп жатыр деймін да. Сол мүмкіндіктердің бәрін, мысалы өткенде осы Раджаб айында деймін да, 15 күн ораза ұстағанда 3 күн ұстасаң мынандай саған жаңағыдай сауап болады, 7 күн істесең осындай сауап болады, 10 күн ұстасаң осындай, соны есімде қалып қойыпты. 10 күн ұстасаң Алла тағала сенің жаңағы ойлап жүрген ойларыңның, армандарың бәрін сұрамай береді деп жазып қойыпты да. Сосын ойладым, 10 күн ұстауға болады екен деп ше, сұрамай бере беретін болса. Қанша ұстап жүрмін, сонда ол сауаптарды оқып жүрмін деймін да, бірақ биыл сол сауап маған бір ерекше жүрегіме әсер етті да. Сөйтіп қарасам 15 күн ұстасаң дейді да, сенің бүкіл күнәларыңды кешіреді дейді. Сол күнәларың орнына сонша жақсылық саған береді дейді да. Сосын мен айтамын, онда мынадан да мынаны аттап мынаған барайын, онда 15 күн ұстайын, бүкіл күнәларымды кешетін болса, анадан жаңа туғандай. Ол күнәларың орнына бәрін жақсылықты жазатын болса, ана 10 күнде кіреді, ана 3 күнде кіреді, бәрі кіреді ғой деп 15 күн өзіме ниет етіп ұстадым. Ниетім енді Құдай естіп тұр ғой. Иә. Намаз оқыған сайын айтамыз, самилаху лиман хамидах дейміз, естушісін дейміз да. Ал енді соны естіген иман, сенемін да Құдайдың еститініне. Сондай адамды сол рухани дерттен арылу үшін Алла тағала осындай келу керек, жолға келу керек. Алланың әміріне, бұйрығына, құлшылығына келу керек адам. Онсыз одан арыламайсың. Кет деп отырамайсың. Мен бүгін емес қызғаншақ болмаймын. Қалай қызғаншақ болмайсың? Дүнияның бүкіл сен 360 жаққа бұрылсаң, бәрі дүнияның қызыл жасыл сен айнала көз алдында көрініп тұрса, естіліп жатсаң оны деймін да. Соларды көрмеуге, солаған жүрекке орналастырмауға тырысасың дейсіз ғой, иә. Қорғайсың. Әрине керек нәрсеңді адамнан сұрамайсың, істеп отқан кәсібіңнен үміт етпейсің, Құдайдан үміт етесің, әрекетің жасайсың әрине. Енді сол істеп тұрған тіршілігің, кәсібің адал болсын, жаңағыдай бір адамдарға зиян келтірмейтін іспен айналысып, жақсы ізгі амалдан болуын қалайсың ғой, істеп отқан әрекетіңнің, кәсібіңнің. Соны ойлап, сол әрекетті бұзбай, ойыңнан Құдайды шығармау керек қой. Мидан, жүректен Құдайды шығармау керек. Мен өзім солай, енді білмеймін, басқаларға да солай айтам, балаларыма да солай айтам, ойыңнан, миыңнан, жүректен Құдайды шығарма. Анау, мысалы мен қазір мына дүния тіршілік болып тұрса, намаздың уақыты болса, мен бірінші намазымды оқытамын, мынаған асықпаймын. Бірінші Құдайдың жұмысын бітіріп аламын. Сосын барып дүнияның тіршілігіне кірсем. Өйткені Құдайдың өзі айтып тұр ғой, тәуекел етпейді маған дейді да. Мен осы жақында ғана ойлап тәуекел етпейді, қолым тәуекел етсе, бүкіл дүнияның тіршілігін мен өзім жасап берер едім дейді да. Тәуекел деген не? Тәуекелде жаңа өзіңнің Құдайдың алдындағы қызметіңді, жұмысыңды жаңағыдай жасасаң, жаңағыдай 100%, 200% артығымен жасасаң, соған уақытыңды көп бөліп, мына дүнияның тіршілігін жаса, бірақ мына Құдайдың жұмысы қалмасын. Соны бірінші орынға қойсаң, сосын барып тіршілігіңді тәуекел етсең, Алла тағала сені мына қызметіңе береді ғой, мына дүнияны. Біз не істейміз, мына дүнияны арқылы Құдайды табамыз дейміз да. Дұрыс, мына дүнияны сен жаса, бірақ сен Құдайды таппасаң, бұның берекесі болмайды. Мен өзім енді ойлаймын солай. Мысалы, өз жасадым мен. Осы Құдайға келмей, намаз оқымай, ораза ұстамай дүнияны жасадым. Сол дүнияда мен ешқандай енді бір асып кететіндей жетістікке жеткен жоқпын. Енді күн көріп, ішіп жеп, балаларымызға киімін, оқуына жеткіздім. Ары қарай жаңа жұрттың тұрып жатқан коттеджін, мініп жатқан қымбат машинасын жаңағыдай жаңадан жаңа салоннан алып, оны тіпті армандамайтынымыз. Ал осы бір келіп, торыққа тіреліп, Алла тағалаға бұрылып, Алланың айтқанын істеп, істеген сайын өзіңе соның жұмысын 5 парыздың бәрін реттеп қойғаннан кейін, соны орындаймын деген мақсатта ниетте, мына дүние өзі бір реттеле берді. Оның да әрекетін жасадым, мен үйде жатқан жоқпын әрине. Екеуін бірден алып. Дұрыс айтасыз, сіз жаңа айтып отқан әуелгіде бірінші Құдайдың жұмысын жасау керек, оның дәлелі сіздің өткен сұхбатыңызда
тахаджуд намазын оқисыз, иә. Түннің 3-1-інде оянып, бірінші Құдайдың жұмысы. Иә. Сіздің ойлаймын деп жатсыз ғой, енді сол ойлағаныңыз негізі нәтижесін көргеннен кейін әрине ол басқа адамдар да сонымен айналысса нәтижесін көреді деген ойдамын. Осы тұрғыдан бір сөзіңізде айтқан боласыз, мен айналамдағы адамдарға ешқайсысынан намаз оқы, болмаса орамал тақпай жүрген келіншектегі орамал тақ деп айтқан емеспін. Бірақ күндердің бір күнінде олар өздері намаз оқып, біз қараған кезде сол кісілер, орамал тақпаған кісілер орамал тағып, сондай жаңа сіз ұстайтын жаңа нәпіл оразаларды ұстап, сондай қылып өзгерді. Осы жерде сізге 2 сұрақ қойғым келіп тұр. Осы сұрақтың аясында олардың сондай болуына не түрткі болды, не себеп болды, олар қалай солай өзгерді? Және енді қазір сіз көптеген адамдарды біріншіден руханида, материда кәсіптік білім беріп жатсыз. Компанияда дамытудасыз, көпшілікке үлгі болып келе жатсыз. Роза ханым сол адамдарды қалай өзіне ілестірді? Қандай күш болды ол кісіде, сізде, яғни қандай күш, қандай мақсат, қандай стратегия, қандай бағыт? Енді ең бірінші намаз оқып бастаған кезде, ол кезде бүйтіп ойлаймыз ғой, намаз оқып жатқан адам болса, ойбай күнәсі көп деп сөйтіп талай жылаған күндерім болған. Намаз оқыпты десе енді жат, өзі намаз оқитын адамдар өте аз да, әйел адамдар, ер адамдар да бар енді. Содан жаңағыдай күнәсі көп болғасын намаз оқып жүрген ғой деген сөздерді де естіп, сонда жаңағы күйеуіме жолдасым айтамын, сөйтіп айтып, не істейсің, оқи бер, жұртты тыңдама деп, жаңағы көп маған негізі жаңағыдай қасымда қолдау көрсеткен мен өзімнің жолдасым күйеуім болды да. Сөйтіп намаз оқып жүрген кезде енді ойбай емші болайын деп жатыр ма, құмалақшы болайын деп жатыр ма деген әңгіме тағы шықты да. Енді бір намаз оқысаң, ол адам сондай болып кететін сияқтымын да. Сосын ойлап жүрдім да, енді ойлар келе бастады маған. Енді намаз оқығаннан кейін анау адамдарында бір ой пайда болды өзімде, адамдардың намаз оқығанын қаладым. Енді өзім тығырыққа тірелмей-ақ осыны адамдар ертерек намаз оқыса жақсы болады екен ғой деп, енді мен оқытатын, үйрететін адам емеспін, ондай білім жоқ қой ешқандай да менде. Сондай ойладым. Сонан бір күні жаңағыдай адамдар енді келе бастады, неге екенін білмеймін, естіп намаз оқығанымды. Роза маған үйретші деп, мен айтамын, мен қалай үйретемін, мына мешітке барыңыздар, сол жақта. Өзі имам демейміз, молда деп айтамыз ғой, молда сол үйретеді, мен осындай үйреткен ұстазым бар, сол кісіге барыңыздар деп. Содан бірақ жаңағы адамдарға енді жоқ, сен қалай оқып жатсың деп сұрай бастады да. Сосын мен мынандай ой пайда болды, мен намаз оқығаннан кейін адамдарға намаз оқыңдар деп айтудың алдында өзім сол намаз оқығанға лайықты болуым керек деген. Лайық болуым керек біреуге айтудан бұрын мен соған лайықпын ба? Мысалы, бірінші айтады ғой, сен бізге ақыл айтқанша өзің дұрыстап ал деген біздің үйреншікті әңгімелер ғой, өзіңе қарап ал, өзің анау айналасын, балаңды дұрыстап ал, туысқаныңды дұрыстап ал деп. Сонда жаңа енді білмеймін, өзім намаз оқыған сайын енді Алламен сөйлесетіндей осындай бір не пайда болды да менде енді. Өзгеріс пайда болды осындай. Сонда жаңағыдай мен айтамын, мен қалай айтам адамдарға намаз оқы деп, өзім айналамдағы осындай, ол кезде жаңағыдай енді мінез құлықтары дұрыс емес, айналаңдың жаңағыдай сондай бір адамдар қараған кезде туысқандарымыздың арасында сондай көріністер болды да. Содан Алладан сұрадым, сол адамдар жаңағы дұрысталып, жаңағы жағдайлары дұрысталып, өмірде жаңағы өздерінің мінез құлықтары дұрысталса екен деген бір сондай тек қана дұға болды да менде. Соның арқасында айналамдағы адамдар жақсара бастады ше. Қараңыз. Содан кейін барып адамдар келген кезде мен ұялмай айтатын болдым. Намаз оқысаңызшы деп, біреу ауырып келсе, намаз оқысаңызшы, мен өстіп едім, намаз оқып күшті болдым. Тағы да біреу, намаз оқысаңызшы, мен өстіп едім, күшті болдым деп те адамдарға айта бастадым да намаз оқып. Содан кейін өзім намаз оқығаннан кейін енді 5 парыздың бәрін оқып, естіп жатқаннан кейін мынаны жасасам деген сияқты. Сосын мынандай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірбайын оқығаннан кейін үлгі болу. Мен намаз оқығаннан кейін адамдар намаз оқыған адам осы ма деп айтпасын. Намаз оқығаннан кейін өзімнің сөзім, ісім бәрі дұрыс болсын деп өзімнен бастадым. Өзімді осылай дұрыс орнына қойып, енді адамдарға жаңағы Алланың алдына бір не келтірмесін деген, ата-анаңа кір келтірмесін деп айтамыз ғой енді. Құдайдың дініне кір келтірмесін деген. Дініне кір келтірмесін деген бір менде не пайда болды, жаңағыдай ой пайда болды да. Сөйтіп сол шамам келгенше сол ұстанымды ұстадым.
иә сөйтіп балаларым өскеннен кейін олардың тәрбиесіне мән беріп олардың намаз оқуына балаларымызбен бірге ораза ұстай бастадық отбасымызбен. Яғни енді адамдар нені көреді? Адамдар сенің дүниялық өзгерісіңді көреді екен ғой. Жағдайым жақсара бастады, үйіміз сала бастадық, балаларымыз мектепті жақсы бітіре бастады, ақшамыз көбейе бастады. Жаңағыдай сөйтіп материалдық жағдайымыз көтеріле бастағаннан кейін келіп соған қарап адамдар мысалы сен не істедің, біз де сен сияқты істейік, осылай болайық деп келе бастады. Сонда адам негізі көрінетін нәрседен үлгі алады екен ғой. Бірінші өз бойыңнан алады, екінші сенің дүниялық тіршілігіңнен алады, содан бір үлгі бола бастайды екенсің да, ортаға осындай болсам екен деген. Енді сол ұстанымға қарай, сол ниетіме қарай ең бірінші жаңа ниетімді Алла қабыл алған шығар, Алланың дініне кір келтірмеу деген ше. Яғни жүрісімде болсын, киімімде болсын. Мысалы адамдар айтып жатады да, қазір бүйтіп киінесің, сөйтіп киінесің деп. Енді мысалы айтады ғой, Алла тағала сенің түріңе қарамайды, сенің байлығыңа қарамайды, сенің киіміңе қарамайды, жүрегіңе қарайды деп. Енді әр нәрсе бір шектен шығып кетпеу керек. Мен өзім ұстаным шектен шығып кетпеу керек. Иә. Құдаймен байланысын өзің ғана білесің ғой. Өзің білесің. Бірақ енді мүмкіндігінше өзімді солай 100% болмаса да енді 80% Алла тағала бәрін көріп тұр. Иә, Алланың алдында қазір видеоға түсіріп жатқан періште түсіріп жатыр, 2 періштем жазып отыр деген иманға енді 70% десе 80% емес дейді. 70% сол ұстануға негіздеймін тіршілігімнің бәрін. Енді оны Алла біледі енді, бірақ 70%-ның өзі үлкен дәреже, тіпті 70 емес, 10%-ға да 5%-ға да жете алмай жүргендеріміз қаншама. Енді сол осы жаңа адамдарға Құдайдың дініне кір келтірмеу, яғни сіздің өміріңізде ұстанымыңыз айтқан сөзіңізге лайықты іс-әрекетте адамға көрінетіндей. Қазіргі таңда ол, мен ойлаймын, сіз ол дәрежеге, ол нәтижеге қазір жетіп те қалдыңыз. Себебі яғни адамдар неге ілеседі деген кезде, сонда мен түсінігім бойынша сіздің сөзіңізге емес, сіздің іс-әрекетіңіз бен нәтижеңізге адамдар өздері жаңағыдай магнитке тартылған темір сияқты тартылып кете береді екен ғой сонда. Бірақ ол үшін сіз қаншама жыл еңбектендіңіз? Қаншама жыл еңбектендім оған келу үшін. Бірақ қазір тез оңай ғой. Қазіргі уақыт өте тез да. Мысалы деймін да, адам біреуден жақсылық көрсеңіз өсіңіз, мысалы деймін да, сол жақсылық жасаған адам жақсы көріп қаласыз ғой. Содан кейін сіздің жүрегіңізде бәрібір бір пайда болады, жақсылық жасаған жақсы екен ғой деп жақсылық жасағыңыз келіп тұрады, иә? Мысалы қарапайым әшейін былай қарапайым дүниеда ол көрініп жатқан. Мысалы өткенде бір инстаграмға салып жіберіпті, менің қызметкер жігітім Рамазан деген, жолда келе жатқанда ағаш құлаған, сол алып тастаған мотоциклмен келе жатқанда жаяу кетіп барады, жолдағы ағаштардың бәрін алып тастап. Соған қарап, көп ағаш түскен ау негізі. Басқа да машиналар тоқтап, не істеген? Көмектескен. Қараңызшы, соның өзі деймін да, ана айтады ғой, сен қолынан жолда жатқан бір кедергі, машинаға кедергі, адамға кедергі болатын нәрсені алып тастаған өзі садақаға жатады, сауапты іске жатады деймін да. Сонда ана жақсылығында кімдер айналды қасына жақсылық жасайтын адамдар деймін да. Бірақ қанша машиналарда өтіп кетіп жатты деймін да. Сондықтан жақсылық жасайтын адамдар көп негізі. Иә, жақсылық жасағысы келеді бәрі де. Сондықтан жақсылық жасау арқылы адамдар өзінің айналасында жақсылық жасайтын адамдарға кішкентай да болса түрткі болу керек қой деймін да. Иә. Сондықтан ізгі амал ғой. Сен қанша намазын оқи бер, қанша құлшылығын жасай бер, сенің мінез құлқыңда өзгеріс болмаса, сенің ісің мен сөзің екі түрлі болатын болса, онда мен білмеймін, айта алмаймын енді. Өзім оны ешкімге де тіл тигізбей ақ қояйын. Жалпы махаббатпен жаратты адамзатты дейді. Енді махаббат десең, қазір жастарға айтсаң, жаңағыдай жігіт пен ұлдың қызбен, жігіт махаббатты айтсаң, жастар қазір қыз бен жігіттің арасында махаббатты елестетеді, бірақ махаббат бүкіл жаратылысқа, бүкіл адамға мейлі, ол адам қандай болсын, мінезі қандай болсын. Осы күндердің бір күнде сізбен көп жағдайда бірге болғандықтан сізбен көп жағдайда сөзіңізден, ісіңізден үлгі аламыз ғой. Сонда байқаған, қазірден бастап мен ол нәрсені айтып жүрмін адамдарға да. Махаббат не екенін білгілерін келсе, осы Роза ханымнан сұраңыздар, ол кісіден көріңіздер, іс-әрекетінен көріңдер деп жүрмін да. Махаббат деген ол қалай жеттіңіз сол махаббатқа сіз? Махаббатқа жеткен ол тек қана не ғой, Құдай ғой, Құдайға жету ғой негізі. Мысалы Алла тағала ғой бізді жаратқан, махаббатты берген Құдай ғой бізге.
егер бізге махаббатты салмаса жүрегімізге біз жақсы көре алмаймыз ғой адамдарды. Сонда бұл алла тағаланың сондай мейірімі, сондай махаббаты ол 100% десек, соның 1% бізде бар. Иә, өйткені ол негізі бар, өйткені алла тағала өзі айтып тұр ғой, менің рухымды салдым деп та, нығметім, иә, бір нығметті рухын бізге салды деймін да, жан дейміз, иә. Сода тұр ғой ол махаббат. Бірақ махаббатты енді біз нәпсани махаббат болып кеткен ғой. Нәпсани махаббатқа айналып кеткен да. Жаңағыдай біз қалай сүйеміз адамдарды, мысалы енді сол махаббат қарасаң кезінде тек ойлаймыз жаңағыдай ата-ананың, негізі ата-ананың махаббатынан байқауға болады ғой. Ата-анада махаббат болмаса, ол баласын жақсы көре ала ма? Мысалы мен бөтен жас кезімізде бөтен басқа адамды бір жақсы көре аласың ба? Жақсы көре алмайсың ғой? Иә. Қазір бәрін жақсы көремін. Адам бәрін жақсы көріп жаным ашып тұрады деймін да. Ал ол кезде тек қана өзім жақсы көремін, ата-анамды жақсы көремін деген сияқты. Иә? Ал енді мен сол махаббатты егер Құдайдың осындай жолында, Құдайдың осындай ілімін алмасам, ол махаббатты мен де білмес едім ше. Мен білмес едім деймін да. Ол махаббатты сол Құдайдың жолында жүріп, осы ілімнің арқасында Құдай өзі жаңағыдай ынталанған сайын, өзім жаңа махаббатты Құдайдан, мейірімді бірінші сұрағаннан, адамдарды жақсы көруді сұрағаннан бастап, ол махаббатты мен таптым да. Құдайға деген махаббатыңыз артқан сайын, иә, Құдайға деген барлығына махаббатыңыз. Жақында бір жағдай болды, бір кісілерді барсам, осы ана кісілер маған кәдімгідей нәпсіме тиеді де отырады да, жаңағыдай бір сөйлегені, бір тұрғаны, отырғаны, өзім басам жаңағыдай, жоқ болмайды ғой, ол нәпсім ол жақсы жүрмей тұрған бірдеме ғой деп. Бірақ соның ортасында кеше осы Раджаб айында осы ораза ұстағанда жақсы өзіме бір өзгеріс келді дедім да, жақсы мындай жүрегіме. Содан бір ұзақ уақыттан кейін жаңағы кісілерді барып кездесті да, тағы да сол ортаға. Сонда адамдардың бәрін жақсы көріп, анадан бәрі жақсы сияқты маған. Сөйтіп айтым, адамдардың бәрі қалай өзгеріп кеткен ба деп ойлап отырсам, сөйтіп барып, жоқ, мен өзім өзгерген екенмін, жүрегімде өзім жаңағыдай адамдарды жақсы көру деген нәрсемен деймін да. Ана сол пайда болғанда адамдардың бәрін жақсы көре бастайтынсың негізі. Ол тек Құдаймен табатын махаббат. Енді махаббат болмаса, бұл жердің беті де тұрмайды ғой негізі. Адамның бәрінде бар бұл. Адамдар ол махаббат демейді, ол жақсы көремін деп айтады да. Ол жақсы көру тек қана бір кішкентай бір пайыздың ең төмен мөлшері шығар деймін да. Оны үлкен жаңа қыз бен жігіттің нәпсани махаббаты ғой. Одан кейін ол махаббатта өшіп қалады деймін да. Бір уақытта кеше ғана бір-бірін жақсы көріп отырған қыз бен жігіт бір-екі балалы болған кезде бір-бірін жаңа бірге отырғысы келмей, бір-бірінің сөзін көтере алмай солай бастайды деймін да. Сонда ол тек Құдаймен табылатын махаббат қой. Құдайға махаббатын артқан сайын адамзатқа бүкіл жаратылысына уже махаббат жасаған келеді ғой. Иә, көп рахмет Ораза ханым. Яғни бүгінгі біздің сұхбатымыз махаббатпен жаратты адамзатты демекші. Егер біз кәсібіміз жүргенін қаласақ, отбасылық жағдайымыз жөнделгенін қаласақ, Құдайға деген махаббатымызды арттырайық. Осы сіздің тапқаныңызды бүкіл адамзатқа табуына тілектеспін. Өйткені оның жемісін де көріп жатсыз. Және сіздің ізіңізден еріп келе жатқан адамдар да соның жемісін көріп жатыр. Көп болмаса да біраз адам негізі қазір. Соның бірі кішкене мөлшер болса да мен деп айта аламын. Енді кеше жақында айтып жатырмын, қайта Роза ханым махаббат туралы білгеніңізде Роза ханымнан көріңдер. Мен де соған қарай жетеді деген ниеттемін енді, Құдай қаласа. Көп рахмет Роза ханым, уақытыңызды бөліп, осындай керемет сұхбаттарды айтқаныңызға, сұрақтарымызға жауап беріңізге. Амандықта, жақсылықта, махаббаттың кемелінде адамзатқа жақсылыққа жасаудың жолында жүздескенше сау, саламатта болыңыздар. Біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.